Бүгін облыстық төтенше жағдайлардың алдын алу және жою бойынша комиссияның отырысы өтті. Жиынға жекелеген басқармалардың басшылары, лауазымды тұлғалар мен өзге де мүдделі тараптардың өкілдері қатысты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Жаслан Жұмашев, Батыс Қазақстан электр желілерінің тораптары компаниясы акционерлік қоғамының директоры Қуат Мусин, Қазгидромет Батыс Қазақстан облысы филиалының директоры Дәулет Оралымбеков күн тәртібіндегі мәселе бойынша хабарлама жасады. Биылғы облыстағы қар көлемі былтырға қарағанда 70%-ға көп. Жайық өзеніндегі мұздың қалыңдығы 40 сантиметрге жетті. Мұның өзі 2011 жылы болған су тасқыны кезіндегі көрсеткішке жақын. Сондықтан облыс әкімі тиесілі ведомстволардың басшыларына және Орал қаласының Зеленов, Тасқала, Теректі аудандарының әкімдеріне ықтимал табиғи апат қатерінің алдын алу, салдарын азайту, адамдар мен өмірлік маңызы бар нысандарды қорғау жолында кезек күттірмейтін шараларды жүзеге асыруды қатаң тапсырды. Жайықтыру жаңалықтары. Ауыл шаруашылығы бағытындағы 1126,9 гектар жер пайдаланылмаған. Бұл жөнінде облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Әлия Мұқанбетчанова Қазақстан Республикасы орталық коммуникациялар қызметінің облыстық филиалы алаңында өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Қазіргі таңда облыста ауыл шаруашылығы бағытында 6225 гектар жердің 6120 гектары жалға берілген. 23,7 мың гектар жекенің қолында. 75,9 мың гектар жерді мемлекеттік заңды тұлғалар тұрақты пайдалануда. Сондай-ақ 5,16 мың гектар жер бау-бақша өсіру үшін саяжай құрылысына бөлінген. Облыста 4985 фермерлер мен шаруа қожалығы тіркелген. Соның 168-і мемлекеттік емес және 54-і мемлекеттік ауыл шаруашылығы ұйымдары. 2061 егіс алқабы шетелдіктер қатысқан заңды тұлғаларда. Оның ішінде Бөрлі ауданындағы Ақсай нан өнімдері комбинаты. Мораторий жарияланғанға дейін 2016 жылы облыста 2,16 мың гектар жер жекелеген адамдарға берілген. Биыл аудандармен жалпы көлемі 20,11 мың гектар құрайтын 39 жер учаскесі бойынша 21 конкурс өткізу көзделуде. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін облыста шамамен 3252 жер телімі бөлінеді. Жайықтыру жаңалықтары. Қазіргі уақытта азаматтардың тұрғылықты жері, уақытша тұратын жерлері бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарының, сонымен қатар көші-қон полициясы басқармасы бөліністерінің азаматтардың өтініштерін қабылдау бойынша жұмысы 2017 жылғы 7 қаңтардан бастап күшейтілген тәртіпке көшірілді. Сондай-ақ халыққа қызметті демалыс күндері де көрсету жолымен уақытылы тіркеуді қамтамасыз етуге бағытталған барлық қажетті шаралар атқарылуда. Облыс орталығы мен аудандарда орналасқан халыққа қызмет көрсету орталықтарында көші-қон полициясы бөлімшелерінің қызметкерлері уақытша тіркеу жұмыстарын қарқынды жүргізіп отыр. Орал қаласында Жамбыл көшесі 81-2 мекенжайындағы нөмірі 1 және Құрманғазы көшесі 173 мекенжайындағы орналасқан нөмір 2 халыққа қызмет көрсету орталықтарында жұмыс кестесі дүйсенбі, сенбі күндері таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін белгіленген. Халыққа қызмет көрсету орталығы тарапынан қосымша қызмет көрсету бойынша шығу тобы ұйымдастырылған. Ағымдағы жылдың 15 ақпанына дейінгі кезеңде облыс бойынша 34135 азамат тіркеуге тұрды. Оның ішінде тұрақты тұруға 18030 азамат, уақытша тіркеуге 16105 адам өтініш берді. Наурыз айына дейін түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Уақытша тіркеуге тұрмаған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Қосымша өзгерістер мен толықтырулар болған жағдайда көші-қон полициясы басқармасы тарапынан қосымша хабарланатын болады. Жайықтыру жаңалықтары. Қаратөбе ауданына қарасты Үркіш қыстағынан шыққан 2 адам жоғалып кетті. Бұл туралы Дабыл Қаратөбе аудандық ішкі істер бөліміне аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімінен 15 ақпан күні таңертеңгі 9 сағат 30 минут шамасында келіп түскен. Қаратөбе аудандық ішкі істер бөлімі бастығының міндетін уақытша атқарушы Ермұхан Жұмағалиевтің айтуынша, жоғалған 2 адамның бірі ер адам, бірі әйел адам. Екеуі де аудан орталығынан 14 шақырым жерде орналасқан Үркіш қыстағындағы Әлия шаруа қожалығының жұмысшылары. 14 ақпан күні екеуі таңертеңгілік
сағат 9 шамасында аудан орталығына барып келеміз деп шығып кеткен. Қожалық жетекшісіне ескертпеген. Бүгінгі таңда жоғалып кеткен адамдарды іздестіру мақсатында аудандық ішкі істер бөлімінен 2 іздестіру тобы құрылды. 6 адамнан құрылған. 2 Нива автокөлігі, оған қоса ауа райының қолайсыздығына байланысты Әлия шаруа қожалығының тракторы бар. Дейді аудандық ішкі істер бөлімі бастығының міндетін уақытша атқарушы Кермұхан Аманжолұлы. Оның сыртында іздестіру тобына 1 трактор, 1 УАЗ автокөлігі қосылды. Іздестіру тобы құрамында аудандық ішкі істер бөлімі, аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері, еріктілер бар. Сіз Жайық пресс медиа холдингі дайындаған жаңалықтар легімен таныс болдыңыздар. Бізге айтар жаңалығыңыз немесе басқа да өтініштеріңіз болса 8-707 808 48 55 нөміріне телефон шалуыңызға болады. Жайық пресс жаңалықтары.